Құрметті көрермен, біз өткен аптада жұмысын енді ғана бастаған осында бір шағын өндіріс орнында болып қайттық. Қазір осы сюжеттің соңында тамашалайтын боласыздар. Полиэтилен өндіретін өндіріс орындарына жаңағы біз танысқан шағын цехта арнайы шикізаттар дайындалады. Осылардың барлығын жуып шайып тазалап, сол жерде полиэтилен шикізаттары өндіріліп жатыр. Ендеше көріп таныс болыңыздар. Мен Ебергенов Данияр Жұманәлиұлы, осы Түркістан қаласының тумасымын. Бұл полиэтилен пленка отходтарды қайта өңдеу саласымен айналысамыз. Бұларды қаладан жинап, сорттап, жуып, фильтрдан өткізіп, дайын шикізат қылып заводтарға жібереміз. Қазір бізде 6 адам жұмыс істеп жатыр. Қазір бізде бір станок. Қазір бір станокпен жұмыс істеп жатыр. Жұмыс уақытын есептейтін болсақ, қазір күніне 1,5-2 тонна шығарып жатыр. 8 сағат уақыт жұмыс істеп. Бұл қазір полиэтилен пленка отходтарын, қалдықтарын қаладан жинаймыз. Магазиндерге айтып өтініш тастап, жинатқызып, сорттап береді. Сосын және де басқа қалалардан да аламыз. Сатып аламыз магазиндерден. Полиэтилен пленкаларды қазір біз килограмм 100 бен 150 теңгеден. Егер басқа қалалардан объем көп алатын болсақ, оларды көже 200-ден жоғары аламыз олар. Біздер қазір өңделген шикізаттарды қазір Шымкентте кабельный заводтар бар, электрокомплект. Соларға жібереміз. Және де Алматыда пакет істейтін, мусорный пакет шығаратын заводтарға, сол кісілерге жібереміз. Бізден қазір полиэтилен пленкадан өңдеп шығарылған грануламыздан, біздің дайын шикізатымыздан қазір подпленка деп айтамыз ғой. Арбузға, немесе басқа да подпленка егуге арналған пленкалар шығаруға болады. Және де мусорный пакеттер шығаруға болады. Қара пакеттерді. Және де басқа ұсақ түйек құрылыс заттарына, нелерге жарайтын майда-шүйде заттардың бәріне осы полиэтилен пластмастарды пайдаланылады. Бұл кәсіпке себеп болған кезінде сауда жасағанбыз Мәдие базарында. Құрылыс заттарын және полиэтилен трубаларын әкеп сатқанбыз. Содан келіп қарастырып жүріп, полиэтилен трубаны өзіміз шығаруға болады екен көріп, станоктар алдық, буышный станоктар алып, өзіміз бастадық. Цех бастап жүрген кезде полиэтилен трубаны шығарып, материал іздеп, Шымкенттен, Алматыдан, жан-жақтан алып жүріп, шикізаттарды. Пленкадан полиэтилен трубаларын істеуге болады екен. Содан көріп, осы пленка өңдеу саласына содан келіп кіріп бастадық. Өзіміздің өнімді өзіміз шығарып, кабельдің сыртына қаптауға арналған құбырларды шығаруға арналған заттар шығаруға болатынын көріп, өзіміз бастадық. Біздер қазір магазиндегі бірінші сорттан шыққан пленкаларды жинаймыз біз. Заводтан бірінші сортпен шыққан пленкаларды. Оларды біз өңдегеннен кейін біз екінші сорт болып есептеледі біздікі. Бұл екінші сорттарды құрылыс заттарына, мусорный пленкаларға, соларға пайдалануға болады. Ал бірінші сорттардан пищевой дейді ғой, ас алатын таза заттарға пайдаланады. Ал біздің екінші сорттарға құрылыс заттарына пайдаланады, основной.